Саудалық атауы дермазол, халықаралық патенттелмеген атауы кетоконазол, дәрілік түрі 50 және 100 мл сусабын. Сипаттамасы: өзіне тән иісі бар, қызғылт түсті, мөлдір, тұтқыр сұйықтық. Фармакотерапиялық тобы тері ауруларын емдеуге арналған зеңге қарсы препараттар. Қолданылуы: бастың шашты бөлігіндегі терінің зең ауруларын, қайызғақты, себореялық дерматитті емдеуге және алдын алуға, және кебек тәрізді теміреткеде қолдануға болады. Қайызғақ: бастың шашты бөлігінде эпидермистің беткі қабатынан бозғылт ақ қабыршақ түрінде түйіліп түскен клеткалардың жиналып қалуынан болатын тері ауруы. Тері бездері қызметінің күшеюінен не нашарлауынан пайда болады. Ұсақ кебектеніп қабыршақтанған құрғақ қайызғақ көбінесе бастың төбе бөлігіндегі шаш арасына түседі, немесе жеке ошақ түрінде, маңдай құлақ қалқанының сыртында және тағы басқа жерлерде байқалады. Тері құрғақ болса, қайызғақ түсіп қышытады. Мұндайда шаш қиылғыш келеді, көп түседі. Қайызғақ түсуінің негізгі себебі организмде витаминдердің жетіспеуі, А және В топтары, ішкі секреция бездері жұмысының өзгеруі және жүйке аурулары терінің және шашты дұрыс күтпеуден пайда болады. Құрғақ себорея бас терісінде және мүйіз қабыршағында пайда болады. Қабыршақтар әдетте бүкіл баста немесе жеке төмен аймақтарда пайда болады. Олар оңай бөлінеді және киімге түседі. Шаш құрғақ, сынғыш болады. Аурудың бұл түрінде теріге қызғылт немесе қызыл дақтар бар. Олардың бетінде көптеген ұсақ қабыршақтар көрінеді, яғни себориттер. Қолдану тәсілі және дозалары: сусабынды бастың шашты бөлігіне жағып 3 және 5 минутқа қалдырасыз. Содан кейін сумен жуып шаясыз. Себореялық дерматитті емдеу үшін сусабынды 2 және 4 апта бойы тәулігіне, яғни күніне 2 рет қолданасыз. Кебек тәрізді теміреткіде сусабынды тәулігіне 1 рет қолданасыз. Емдеу курсы 5 күнді құрайды. Кебек тәрізді теміреткіні алдын алу үшін сусабынды 3 күн бойы тәулігіне 1 рет, жаз айының басында 1 курс қолданасыз. Себореялық дерматитте және қайызғақта 2 аптада 1 рет. Қолдануға болмайтын жағдайлар: препараттың кез келген компонентіне жоғары сезімталдық және аллергиялық жағдай болса, қолдануды тоқтатқан жөн. 12 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайды.